Мен Жаңа Гвинея туралы айтып отырмын. Әлемдегі екінші үлкен арал. Оны сырттан келгендер адам жегіштер елі деп атаған. Иә, дұрыс естіңдер. Адам жегіштер. Бірақ зомби фильмдерін елестетпес бұрын, осы жұмбақ жердің шынайы тарихына үңілейік. Сонымен, Жаңа Гвинея қайда орналасқан? Ол Австралияның дәл солтүстігінде орналасқан. Шығысында Папуа Жаңа Гвинея, батысында Индонезия. Арал жер бетіндегі ең алуан түрлі жерлердің бірі. Біз 800-ден астам тіл туралы айтып отырмыз. Қалың джунглимен бөлінген кейбір ауылдар бір-бірін түсінбейді де. Бұл Survivor реалити шоуының нақты эпизодына тап болғандай. Енді, ең қызығына келейік. Ғасырлар бойы Жаңа Гвинеядағы кейбір тайпалар рәсімдік каннибализммен айналысқан. Бірақ Голливудтың қорқынышты фильмдерін ұмытыңдар, бұл олардың нанымдарымен тығыз байланысты болған. Кейбіреулер үшін жаулардың етін жеу, олардың күшін сіңіру, немесе қайтыс болғандарды құрметтеу дегенді білдірген. Тіпті әйгілі бір жағдай бар. Форе халқы, олар эндоканнибализммен айналысқан. Бұл олардың қайтыс болғаннан кейін өз туыстарын құрмет белгісі ретінде жегенін білдіреді. Бізге таңғаларлық естіледі, бірақ олар үшін бұл сүйіспеншілік әрекеті болған. Бірақ оның қараңғы жағы да болды. 1950 жылдары ғалымдар форе арасынан куру деп аталатын оғаш ауруды тапты. Зардап шеккендер бақылаусыз дірілдеп, денелерін басқара алмай, ақыры қайтыс болатын. Ауру адам миын жеу арқылы таралған. Ал куру олардың тілінде дірілдеу дегенді білдіреді екен. Адамдар байланысты түсінгеннен кейін, олар бұл әрекетті тоқтатты, ал ауру дерлік жойылды. Енді, Жаңа Гвинеядағылардың бәрі адам жегіш болды деп ойламас бұрын, тоқтай тұрыңдар. Көптеген тайпалар мұны ешқашан жасамаған, ал қазіргі таңда каннибализм заңсыз және өте сирек кездеседі. Жергілікті тұрғындар өздерінің жарқын фестивальдарымен, жабайы қауырсынды бас киімдерімен және эпикалық дәстүрлі билерімен танымал. Сонымен қатар аңызға айналған қолтырауын адамдары бар. Олар қасиетті жануарларының қабыршақтарына ұқсату үшін денелеріне тыртықтар салады. Ал табиғат туралы айтайық. Жаңа Гвинеяда жұмақ құстары, ағаш кенгурулары және планетадағы ең бай жаңбырлы ормандар орналасқан. Ғалымдар мұнда әлі де жаңа түрлерді ашып жатыр. Ешкімнің аяғы баспаған орманға кіргеніңді елестетіп көрші. Бірақ бұл толығымен қол тимеген табиғат емес. Заманауи өмір еніп келеді. Қалалар, ұялы телефондар, тіпті TikTok та бар. Дегенмен, таулы аймақтардың тереңінде сен әлі де ғасырлар бұрынғыдай өмір сүретін тайпаларды табасың. Садақпен аң аулап, оттың жанында әңгіме айтып, басқа еш жерде кездеспейтін дәстүрлерді жалғастырады. Сонымен Жаңа Гвинея шынымен де адам жегіштер елі ме? Әрине, бұл оның өткенінің бір бөлігі, бірақ бұл сонымен қатар керемет мәдениеттің, жұмбақтың және төзімділіктің орны. Келесі жолы ол туралы естігенде, есіңде болсын. Бұл тосын сойларға толы жер, және жер бетіндегі соң шынымен де жабайы шекаралардың бірі.